Қазақстанның 20 ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы қандай болды? Столыпин реформасы қазақтарға қалай әсер етті? Қазақ халқының қала тұрғындары қандай жағдайда болды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақстанның 20 ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы қандай болды? 20 ғасырдың басында Ресей империясының отарлық саясаты күшейе түсті. Отарлық саясат әсіресе аграрлық салада қарқынды жүргізілді. Өйткені аграрлық мәселе қоныстандыру саясатымен тығыз байланысты еді. Қазақ өлкесіндегі артық жерлерді анықтайтын қоныстандыру басқармалары құрылды. 1917 жылға қарай жергілікті халықтың 45 миллион десятина жері тартып алынып, 1,5 миллионға жуық қоныс аударушыға бөліп берілді. Столыпин реформасы қазақтарға қалай әсер етті? Столыпиннің аграрлық реформасы 1906 жылы 9 қарашада патша жарлығымен басталып, уақытша үкіметтің 1917 жылғы 28 маусымдағы қаулысымен жойылды. Столыпиннің аграрлық реформасы орыс шаруаларын көшіру арқылы отар аймақтарды игеру болды. Қоныс аудару қорына қазақтардың жайылым, суат, мал айдау жолдарын, қыстақтарын тартып ала бастады. Сонымен бірге қазақ өлкесінде Орынбор, Орал, Сібір, Жетісу казак әскерлері де орналасқан болатын. Мұндай жағдайлар қазақ халқының дәстүрлі мал шаруашылығының күйреуіне әкеліп соқты. Қазақ халқының жаппай жерсіз қалуымен әлеуметтік күйзелу басталды. Соның салдарынан әлеуметтік шиеленіс арта түсті. Қазақ халқының қала тұрғындары қандай жағдайда болды? Ең ауыр және жалақы аз төленетін жұмыстарда істеген қазақ жұмысшыларының әлеуметтік жағдайы ауырлап, құқықтары аяусыз аяққа тапталды. Осы кезеңді Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп сипаттады. Қазақ жұмысшыларының азаматтық әрі әлеуметтік құқықтары жиі бұзылып, жағдайлары өте ауырлай түсті. Олар жалақы аз төленетін жұмыстың ең ауырын істеді. Осындай ауыр жағдайлар жұмысшылар мен шаруалар қозғалысының өріс алуына себеп болды.